Бүгін біз өтетін тақырыбымыз 8-ші сынып тұрақты ток. Тұрақты ток негізгі сипаттайтын шамаларына тоқталып өтеміз. Тұрақты токтың негізгі сипаттайтын шамасы бұл ток күші. Ток күші ай әрпімен белгіленеді. Өлшем бірлігі амперге тең. Ток күші дегеніміз бірлік уақыт ішіндегі зарядтардың реттелген қосылысын айтамыз. Ток күшін өлшейтін құрал бұл амперметр деп аталады. Амперметр өткізгішке тек қана тізбектей жалғанады. Оның шартты белгісі яғни схемада келген кезде оның суреті мына түрде кездеседі. Келесі сипаттайтын шама бұл кернеу. Кернеу өлшем бірлігі вольтқа тең. Кернеу дегеніміз заряд орналастырған кезде атқаратын жұмысты түсіндіретін шама. Формуласы жұмыс бөлінген зарядқа тең. Кернеуді өлшейтін құрал вольтметр деп аталады. Вольтметр өткізгішке тек қана параллель жалғанады. Вольтметрдің шартты белгісі ол суретте, яғни схемада мына түрде кездеседі. Келесі сипаттайтын шама бұл кедергі. Өлшем бірлігі омға тең. Кедергінің формуласы ρ L бөлінген S-ға тең. Кедергіні өлшейтін құрал реостат немесе резистор деп аталады. Оның шартты белгісі яғни схемада суреті міне көбінесе осылай келеді. Кедергінің формуласында ρ деп тұрғанымыз бұл меншікті кедергі деп аталады. Меншікті кедергі бұл тұрақты шама, әр заттың меншікті кедергісі әртүрлі болып келеді. Оның өлшем бірлігі ом көбейтілген метрға тең. Меншікті кедергіні біз мына кедергінің формуласынан түрлендіріп аламыз. ρ тең R көбейтілген S бөлінген L-ға тең. L деп тұрғанымыз өткізгіштің ұзындығы, S деп тұрғанымыз өткізгіштің ауданы. Келесі, осы кедергімен массаның арасында байланыс формуласы яғни есепте кездесіп жатады. Соны бірден түрлендіріп кетейік. Масса деп тұрғанымыз, енді осы жерде меншікті кедергімен тығыздық екеуі бір есепте кездесетін болса, біз тығыздықты D деп есептеп аламыз. Масса дегеніміз тығыздық көбейтілген көлемге тең. Тығыздық көлемнің өзі аудан көбейтілген ұзындыққа тең болады. Сонда кедергінің формуласы ρ L бөлінген S десек, осы формуладан ұзындықты немесе ауданды түрлендіріп аламыз. Ұзындықты түрлендіріп алсақ, R көбейтілген S бөлінген ρ болды. Осы ұзындықтың формуласын мұндағы ұзындықтың орнына алып бара жазатын болсақ, біздің формуламыз мына түрде түрленеді. Масса тең тығыздық көбейтілген ауданның квадраты көбейтілген кедергі бөлінген меншікті кедергі. Массаның өлшем бірлігі килограммға тең. Міне мына бір формуламыз түрленіп шықты. Келесі, масса деп тұрғанымыз тығыздық көбейтілген көлем, немесе көлемнің өзі аудан көбейтілген ұзындыққа тең. Ал кедергінің формуласы ρ L бөлінген S деп тұрмыз. Осы формулада ауданды түрлендіріп алайық. Ауданды түрлендірсек, кедергі екенің орнына осы салады. Бұнда алдында ρ көбейтілген L. Бұл ауданның формуласын мұндағы ауданның орнына апарып жаза аламыз. Олай болса, біздің формуламыз M тең тығыздық көбейтілген меншікті кедергі көбейтілген ұзындықтың квадраты бөлінген кедергіге тең. Міне екінші формуламыз түрленіп шықты.
Өлшем бірлігі килограмм. Ары қарай мында жазып кетейін. Д деп тұрғанымыз бұл тығыздық. Өлшем бірлігі килограмм бөлінген метр куб. Л деп тұрғанымыз өткізгіштің ұзындығы. Өлшем бірлігі метрға тең. С деп тұрған өткізгіштің ауданы. Өлшем бірлігі метр квадрат. Көбінесе біз ауданды шеңбердің ауданы, яғни өткізгішіміз бізде шеңбер болып келеді. Сонда шеңбердің ауданы пи р квадратқа немесе пи д квадрат бөлінген 4 деп аламыз. Енді осы тоқ кіші кернеу кедергінің арасындағы белгілі бір байланысты ағылшын ғалымы ол тәжірибе жүзінде дәлелдеп шықты. Олардың арасында белгілі бір байланыс болатыны. Енді сол байланысқа келіп тоқталатын болсақ, тоқ күші, өткізгіштегі тоқ күші кернеуге тура пропорционал, кедергіге кері пропорционал болады деп келеді. Бұл байланыс бізде тізбек бөлігі үшін Ом заңы деп аталады. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы. Егер толық тізбек үшін Ом заңын қарастыратын болсақ, өткізгіштегі тоқ күші электр қозғаушы күшіне тура пропорционал, ал сыртқы кедергі мен ішкі кедергінің қосындысына кері пропорционал дейміз. Бұл формула толық тізбек үшін Ом заңы. Толық тізбек үшін Ом заңы. Эпсилон деп тұрғанымыз бөгде күштер жұмысының зарядқа қатынасымен анықталатын электр қозғаушы күш. Электр қозғаушы күш. Электр қозғаушы күш дегеніміз, мысалы, бір жерде телефонды зарядкаға қосқан кезімізде зарядка тимей қалып жатады. Сонда біз не істейміз? Зарядканы ары-бері қозғалтып, немесе зарядканы телефонға орап алып жатамыз. Сол кезде біздің зарядкамыз, телефонымыз заряд ала бастайды. Сол жаңағы тимей тұрған зарядтарды белгілі бір күш арқылы бір-біріне жалғап, ағырап зарядты жүргіздік. Соны біз электр қозғаушы күш деп айтамыз. Оның да өлшем бірлігі вольтқа тең. Электр қозғаушы күштің анықтамаға сәйкес формуласы бөгде күштер жұмысының зарядқа қатынасымен анықталады. Кіші R деп тұрғанымыз ішкі кедергі. Өлшем бірлігі Ом. Ішкі кедергіні біз мына формуладан түрлендіріп алуымызға болады. Онда ішкі кедергіміз электр қозғаушы күш бөлінген тоқ күші азайтылған сыртқы кедергі деп анықтай аламыз. Ал үлкен R деп тұрғанымыз бұл сыртқы кедергі. Оның да өлшем бірлігі Омға тең. Егер сыртқы кедергіміз 0-ге тең болса, онда біздің тоқ күшіміз электр қозғаушы күш бөлінген ішкі кедергіге. Бұл формула қысқа тұйықталу тогы деп аталады. Яғни біздің тілмен түсінікті етіп айтатын болсақ, бұл замкание болды деп айтып жатамыз. Онда сырттан келген ток келеді де бірден айналып қайтадан сыртқа шығып кетеді. Бұл ток бізде қысқа тұйықталу тогы. Өлшем бірлігі амперге тең. Енді осы өткізгіштерді біз тізбекте және параллель жалғай аламыз. Соған тоқталып өтейік. Өткізгіштерді тізбекте жалғау кезінде жаңа біз жоғарыда айтып кеттік, тоқ күшін өлшейтін құрал амперметр, ол өткізгішке тек қана тізбекте жалғанады. Онда өткізгіштерді біз тізбекте жалғасақ, жалпы тоқ күші өткізгіштегі барлық тоқ күштердің мәндеріне тең бола алады. Мысалы, 5 амперметр болсын, 100 амперметр болсын, барлығы тізбекте жалғанса, ол жерде барлығында бірдей мәнді көрсетіп тұрады. Ал кернеулері, жалпы кернеуді табу үшін әрбір вольтметрдегі мәндерінің қосындысы алынады. Кедергісі де тура сол сияқты барлық мәндерінің қосындысы алынады жалпысын табу үшін. 12, мұнда R3, кете береді R N-ға дейін. R N деп жазуымыз керек болған.
мында да n деп коелук, мында да n деп коелук. Келесі өткізгіштерді параллель жалғау. Параллель жалғау кезінде жалпы ток күші әрбір ток күші шамаларының қосындысына тең болады. I n-ға дейін. Ал кернеуі керісінше. Біз жаңа жоғарыда айттық, вольтметр өткізгішке тек қана параллель жалғанады деп. Параллель жалғау кезінде қанша вольтметр болсын, барлығының көрсетуі бір мәнді көрсетеді. Ол n-ға дейін. Ал кедергіміз 1 бөлінген r деп алынады. 1 бөлінген r1, 1 бөлінген r2 кете береді, 1 бөлінген rn-ға дейін. Егер өткізгіште екі ғана кедергі параллель жалғанды десе, біз оның жалпы кедергісін r1 көбейтілген r2, r1 қосылған r2 деген формуламен түрлендіре аламыз, яғни шығара аламыз. Ал 2-ден көп болса, онда біз мына формуланы қолданады екенбіз.